Бесін намазы. Бесін намазы 10 рәкаттан тұрады. 4 рәкат сүннет, 4 рәкат парыз, 2 рәкат сүннет. Ескерту. Әйелдер 5 уақыт намаздың барлығын жасырын оқиды. Уақыт кірісімен дәрет алынып дайындық жасалады. Жүзді қыблаға қаратып, бесін намазының 4 рәкат парызын оқуға ниет етіледі. Ниет. Бесін намазының 4 рәкат парызын оқуға ниет еттім. Жүрекпен айту парыз, тілмен айту мұстахаб. Екі алақанын қыблаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху Акбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады, және қиямға тұрады. Қиям. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Субханакаллахумма ва бихамдик, ва табарака смук, ва та'аля джаддук, ва ла иляха гайрук. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر деп рүкүхке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қояды. Арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده деп рүкүхтан тұрады. Тұрғаннан кейін ربنا ولك الحمد الله أكبر деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар қыблаға бағытталады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Бұдан соң الله أكبر деп 2 мәрте сәждеге барады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى деп 3 мәрте тәсбих айтады. 2 сәждеден кейін الله أكبر деп алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانياك هو الأبتر
Allahu Akbar. деп рүкүхке барады. Рүкүх кезінде Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Samiyallahu liman hamidah. деп рүкүхтан тұрады. Тұрғаннан кейін Rabbana walakal hamd. деп сәждеге барады. Сәждеде Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Allahu Akbar. деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Бұдан соң Allahu Akbar. деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Allahu Akbar. деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда кезегімен төмендегілерді оқиды. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Бесін намазының 4 рәкат парызында, 3-ші және 4-ші рәкатында қосымша сүре оқылмайды. Алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahu Akbar. деп рүкүхке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қояды. Арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Samiyallahu liman hamidah. деп рүкүхтан тұрады. Тұрғаннан кейін Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Allahu Akbar. деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Бұдан соң Allahu Akbar. деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. деп 3 мәрте тәсбих айтады. Allahu Akbar. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahu Akbar. Рүкүх кезінде
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده деп рүкүхтан тұрады. Тұрғаннан кейін ربنا ولك الحمد деп сәждеге барады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Бұдан соң الله أكبر деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда кезегімен төмендегілерді оқиды. Әт-тахият. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Дұғаларын оқып болған соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп алдымен оң жақ иығына, сонан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. Намаздан кейін дұға жасау. Екі иығына сәлем бергеннен кейін екі алақанын жайып, төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك